Достар, сәлем. Бүгін сіздерге пайдалы лайфхактарды көрсететін боламын. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Егер бояу жағатын кестелеріңіз аз болса, оны басқа формаға келтіруге де болады. Ол үшін кестенің басына невидимка қыстырып қойсаңыз, басқа формаға келеді және кестелеріңіз де көбірек болады. Егер қасыңызға арналған гель таусылып қалса, ерінге арналған бальзамды қолдансақ болады. Бальзам да гель сияқты қас формасын жақсы ұстап тұрады. Келесі лайфхак сіздің тушыңыздың өмірін ұзартады. Тушты ешқашан қайта жоғары төмен жасамаңыз. Себебі оның ішіне воздух кетіп қалып, ерте кеуіп кетіп, тушыңыз ерте таусылып қалады. Макияж жасап жатқан кезде теннің қалдықтары бетімізге түспес үшін қағазды қолдансақ болады. Ол қағаз бір жағынан теннің формасын түзу жақса, екінші жағынан бетіңізге түсіп лас болмайды. Және мен носкиді, свитерді, футболканы жинап қоятын бір лайфхак таптым. Егер шкафта, чемоданда орын аз болса, осылай орап салуға болады. Көріп есте сақтап алыңыздар.